Қайырлы күн. Портфолио құру үшін жоғарыдағы 9 нүктені басамыз. Сол жерден диск бөліміне кіріп, сол жақтағы мой дискке кіреміз. Жаңа папка создавать етеміз. Жаңа папканың атын, өзіңіздің аты жөніңізді, пәніңізді және тапсырып отырған категорияңызды жазып сақтайсыз. Және менде мына жерде аты жөніңіз деп жаздым. Осы папкаға кіреміз. Кіргеннен кейін 5 бірдей папканы создавать ететін боламыз. Яғни біздің портфолиомыз 5 бөлімнен тұрады. Яғни бірінші бөлім құжаттар, екіншісі білім сапасы, үшінші бөлім оқыту сапасы, төртіншісі жетістіктер, яғни бұл жақта 2 папка создавать етеміз бұл папканың ішіне. Біріншісі мұғалім жетістіктер, екіншісі оқушылар жетістігі болады. Және ең соңғы бөлімі, бұл бізде 5-ші бөлім, тәжірибені жинақтау. Яғни сіз қандай басылым жарияладыңыз, авторлық бағдарламаларыңыз барлығын осы 5-ші бөлімде сақтайтын боламыз. Қазір енді жеке кіріп көрсетемін. Мына жерде жақшаның ішіне педагог зерттеуші, яғни санатын жазып қоямын. Бірінші құжаттарға кіреміз және бұның барлығын біз алатын документтерімізді PDF форматта дайындап аламыз. Сол мен аяқта бөлек папкаға сохранить етіп қойған папканың ішінен PDF форматтағы документтерімді жүктейтін боламын. Ең бірінші документ бізде бұл жеке куәлік, екіншісі өтініш, үшінші диплом және қосымша, төртіншісі еңбек кітапшасы, бесінші санаты бұйрығы, алтыншы біліктілік курсы, жетіншісі эссе, сегізінші еңбек өтілі 30 жылдан асты деген анықтама немесе тесттен өтті деген куәландыратын сертификаты тұруы керек. Осы барлық документтерді мен видеоның аяғына қарай салып қоямын, қандай документтер болуы керектігін. Осы 8 документтің барлығы бірінші бөлімде тұрады. Екінші бөлім білім сапасы. Мына жерде кішкене қатемен кетіп қапты. Білім сапасы бұл жерде мониторинг және кесте. Бұл да дайын папкада тұрған документті мен дайындап қойғанмын ертеден. Біріншісінде қазір ашып көрсететін болам. Біздің күнделік кезектегі оқушылардың білім сапасы 3 жылдық соны салынған. Екіншісінде мониторинг, яғни сол 3 жылғы білім мониторингі салыстырылған бір-бірімен. Қай жылда қанша өсім болғаны. Енді үшінші бөліміміз оқыту сапасы. Оқыту сапасына сіздердің сабаққа қатысқан завуштар, яғни басқа сізден біліктілігі жоғары мұғалімдердің сіздің сабағыңыз жайында пікірлері, сол туралы 5 пікірді саламыз. Сабақты бақылау парағы, яғни сіздің сабағыңыздың қалай өткендігі бақыланатын парақ. Және бізде бұл қай бөлім? 3-ші бөлім, 4-ші бөлім бізде жетістіктері. Ол жақта да біз 2 папка сохранить етіп аламыз деп видеоның басында айтқан болатынмын. Біріншісі мұғалімдердің жетістігі, екіншісі оқушылардың жетістігі. Бұл документтердің барлығы мен ертеректен сканерлеп, барлығын дайындап қойған болатынмын. Қандай олимпиадаға қатысыңыздар, оқушыларыңыздың жетістіктерін бүткіл оқушылар жетістігі деген папканы создавать етіп, соған салатын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. 2 папканы создавать етілді. Енді осының ішіне файлдарымызды сақтап алатын боламыз. Мұны бұл жерде ақбота бар, алтын тобылғы бар, яғни мәнерлеп оқу барлығы оқушыға берілген жетістіктер. Мұғалім жетістігіне, яғни мұғалімге берілген, мұғалімнің қатысқан жарыстары, сертификаттар, дипломдары тұратын болады.
мына папканың ішінен дайын тұрған материалдарын алып қоямын. Яғни мына жақта алтын тобылғы жаңа оқушылардың қатысқаны үшін маған берілген дипломы, сертификаты, аманат, дарын, сол сияқты барлығы салынған. Яғни енді біз 5-ші папкамыз тәжірибені жинақтау. Бұл жерде жаңағыда PDF форматта авторлық бағдарламалар бір бөлек, жарияланымдар бір бөлек, басылымдар бір бөлек болып бөлек-бөлек салынуы тиіс. Мен мына жерде ертерек оны сохранить етілмеген екен, мұнда салынбады, бірақ жариялым, авторлық бағдарлама, басылым деп сохранить етіп қойдым. Видеолардың артынан міне қандай құжаттар дайындау керек, нелер тұру керек, осы мағлұматтарды мен сіздерге бердім. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіз.